Қалайсыздар? Не істеп жатсыздар? Алло, я сол, біз ұйықтап қалыппыз, кешігіп жатырмыз. Не болды, не күлесің? Бетіңізге помада жағылып қалды. Туй. Мен нәскиім қайда? Мен қайдан білем, сен нәскиіңді басқасын кие берсей. Жоқ, саған емес, қазір балдарды үйірмелеріне апарып тастағасын сөйлесейікші. Мама, ана Нұржанға айтшы, тезірек шықсын, мен кешіктім. Сол үшін ерте тұру керек. Меруерттің достары, Меруерт осындай, ағасына қарсы сөйлейді. Ал сендер ағаларыңа қарсы сөйлейсіңдер ма? Әкелші, айтпа олай, оқырмандарым мен туралы жаман ойлап қалады. Ой, оқырмандарым дейді ғой. Ой, не ол? Қайта-қайта қағып кірейін, 5 минут болған жоқ қой. Бірінші ағаң кірсін деген жоқ ясың де. Енді қысылып тұрсам, ағам ұйқыдан тұрсын деп күтіп тұрмай шығармын. Мынау да қарсы сөйлейді ғой маған. Болды, тездетіңдер, онсыз кешіктік. Балаларға қарайтын күтуші таптың ба? Жоқ, әлі таппадым. Кеше Дилярамен сөйлескенмін. Оның да балаларына қарайтын күтуші іздеп жатыр екен. Сосын ойладық, осы үйге бәрін жинап, бірге тастап кетсек, бір-біріме ойнап, әрі іштері піспайды деп. Қайырлы таң. Қайырлы. Маған әдеттегідей чай мен печенье болса болды. Аға, сізге не берейін? Қойшы. Ой, айта берсеңші, өзім ақ төлем ғой. Таң атпай қалжыңға той қылыпсың ғой. Түнде қарным ашты. Холодильникті ашсам, тым жоқ екен. Сосын әзілге тойып алдым. Балалар, сендерге жаңалығым бар. Біз іс-сапармен шетелге кетіп баратырмыз. Естесен Жандос ағалардың балалары осы үйге келеді. Бірге ойнайтын боласыңдар. Мә, Нұржан келеме, жақсы болды ғой бірге ойнайтын. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сендерге қарап қалатын күтуші іздейміз. Сондықтан соны тыңдап, айтқан істеңдер жарай ма? Ой, анашым, күтушінің не қажеті бар? Мен өзім қараймын ғой мен балдарға. Ой, қойш, көріп қалдың да қалай қарағанымды. Енді ол кезде кішкентай болдым ғой. Бір-ақ апта қойып. Маған іштелеріне әкеп бересіздер. Егер тәртіпті болсаңдар, қалаған заттарды әкеп береміз. Неше күнге кетіп бара жатсыздар? 5 күнге. Біз келгеннен кейін қыдыруға барамыз. Ал шайларыңды ішіп алыңдар. Қазір күтуші таңдауға кірісеміз. Онда сіздер таңдай беріңіздер. Маған тренировка кету керек. Мен де. Сен қатыспайсың ғой? Бүгін қатысып көрейін да. Расул, бірге алып кетсеңші, інім ғой. Жарайды, бар киімдеріңді алыңызшы. Балалар, сендерге біз қазір күтуші іздейміз. Кешке Мақсат ағалардың үйлеріне барасыңдар. Біз іс-сапарға кеткен кезде сонда қаласыңдар. Ой, мама, ешқандай күтуші қажет емес. Мен өзім баскөз болып қаламын ғой. Сен баскөз болмай қойш, бүгінді қиып жоясың. Балалар, біз жұмыстан келгеннен кейін отбасымызбен демаламыз. Ол сендер тәртіп болып, шолама жөнінде жақсы ма? Біз кеттік. Жүрші өнім, залға барып бір-екі қадап алайын. Папа, ескінші звондайым. Алла, сәлематсыз ба? Бізге күтуші керек еді? Бос емессіз ба? Жарайды, жақсы болыңыз. Той, және өзің телефон бар ғой, жағаспашы. Ертең әкем маған планшет әкеп береді ғой. Саған да берем ғой, маған да көрсетші. Той, таласпай көрсеңдерші. Алло? Қош келдіңдер, түрлетіңдер. Меруерт, сәлем. Сәлем. Қайсың? Меруерт, қалың қалай? Жақсы. Жания мен Олжан неде ма? Үйде.
Олар сені күтіп отырған? Мен осында бір-екі күтуші шақырғанмын. Келсе сөйлесейік, иә? Иә, мен де 2 күтушімен сөйлескенмін. Қазір олар да келіп қалар. Кел отыр, шай ішіп, бірге ақылдасайық. Жоқ, өздерің шебендер. Мақсат қайда? Ол шығып кеткен. Онда ол мені күтіп отқан шығар. Жақсы, онда өздерің отырып шебендер, ақылдаса беріңдер. Жақсы ма? Неге жүрсіңдер? Ұйықтап қалыппыз. Сосын мынау душтан шығып болмай. Ой, сондағы 5 минут қой. Сендер бізіне келеді дейді ғой. Иә, как раз күшті болды, күресен турнирін ұйымдастырып жүретін, Тыныш. Не көп әңгіме, бастаймыз, 10 күрек жүгіреміз. Кім тоқтайды, басынан қайта жүгіреміз. Кеттік, давай. Балалар, бүгін демалысқа шығамыз. Демалысқа шықты деп еркінсіп кетпеңдер. Сондықтан бұл жаттығуларды үйде де қайталаңдар. Ал енді қазір бір-бірден алып күресеміз. Денелеріңе зақым келтіріп алмаңдар. Ал кеттік. Шыққан соң не істейсің? Компьютер ойнаймыз ба? Жоқ, ертең әкем мен анам кетеді. Ертең ойнаймыз ба? Одан да бізіне келсеш, бірге ойнаймыз. Я, жарайды. Қыздар, бізге 5 күнге балалар қарау керек, ренжітпеу керек, үйді таза ұстау керек. Неше бала? Барлығы 7 бала, 4 ұл, 3 қыз. Күтуші болып жұмыс жасадыңыздар ма? Бала қарай аласыздар ма? Иә, азанда тамағын беріп, далаға ойнауға шығарып, кешкісін кіргізіп, тамағын берсек болды емес па? Сәлеметсіздер. Айлық қанша екен? Күніне 50 000 теңге. Аз екен. Балалар айтқанын тыңдай ма? Иә, тыңдайды. Анашым, телефон берші. Қызым, кейін аласың, мен сөйлесіп отырмын. Туй, берші деймін. Мен қызым ақылды ғой, мен сөйлесіп отырмын, кейін аласың, бара ғой. Балақай, телефонсыз да қызықты ойындар ойнауға болады. Ана жақта бәрі телефон ойнап жатыр ғой. Оларға да телефонсыз ойындар бар екенін көрсетеміз, кеттік па? Кеттік. Күніне 70 000 теңге төлесеңіздер, мен келсем. Жоқ, рахмет, біз уже тауып алдық. Жақсы, сау болыңыздар. Жарайды, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Кел тағы білет көрсін. Ой, қойшы. Аға деп айт. Аға, қойшы. Аға қойыңызшы де. Аға, қойшы. Аға, қойшы. Мынауың бір жақсы нәрсе екен, е? Сұлтан, бері кел. Аға, қойшы. Құрметтеймін. Аға, қойшы. Аға. Балалар, танысып қойындар. Біз кеткенде сендерге қарап қалатын тәтелерің Айман. Сәлематсыңдар ма, балалар? Саламатсыздар. Біз тез тіл табысып дос болып кетеміз, е? Иә. Айман тәте, ертең тағы да ойнайықшы, я? Ойымдама, әлі 5 күн бірге ойнаймыз. Сендер уже танысып үлгергенсіңдер ма? Иә. Сіз қыздарға, мен ұлдарға қарап қалсам, сол жетеді маған. Жоқ, Айман тәтелерің бәріңе қарап қалады. Сондықтан Айман тәтелеріңді тыңдаңдар. Кім тыңдамайды, ертең біз келгеннен кейін демалуға бармайсыңдар. Түсінікті ма? Иә. Онда жүріңдер, кешкі асымызды ішейік. Ал Айман, балалар саған аманат. Иә, жақсылап қарайсың ғой, тамақтарын беріп, қарындар ашып қалмасын. Иә, сіздер ойымдамай барып келіңіздер, өзім қараймын, ойнатам, паркке қыдыртам. 5 күндері қалай өткенін білмей қалатын болады. Ал енді шығайық, шоқтан кешігеміз. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, Айман, балаларды оятып, тамағын бере бер. Ал, бастайық.
Бәрі дайын. Нұржан, шықшы тез. Не істеп атсың? Мен емеске кірген Сұлтан ғой. Мен жаңа тұрдым ұйқыдан. Ұйқыбастар қалайсыңдар? Ой, бай, кеше ұйықтамаймыз, мама папамыз шығарып саламыз дегендерің қайда? Кетіп қалдым ау же? Жоқ, сендерді аэропортта күтіп отыр. Сен шығарып салдың ба? Ұйықтап қалдым. Аға, бош тез, аға. Бош. Қайлы таң. Бүгін ойнаймыз ба? Бірінші таңғасымызды ішіп алайық, кейін ойнаймыз. Мен еше жеңме тұрған жоқ. Кімде-кім бізбен таңға ішпейді, сол ойнауға бармайды. Келістік па? Иә. Қайырлы таң. Бүгін барлығымыз бассейнге барсақ, қалай қарайсыңдар? Жақсы болды ғой. Мен заттарымды әнде берейін ба? Әзір емес, бірінші таңғасымызды ішейік, содан кейін үй жинап тастайық. Біз жинаймыз ба? Барлығымыз бірге жинаймыз ғой. Қайда барамыз дейді? Бассейнге, бірақ сен жүзе алмайсың ба? Кәне балдар, таңғасымызды ішеміз. Нені оймен жаста сағансыңдар? Кеше ғана таза тұрған бөлме ғой. Күрескен жоқпыз ба? Бақытжан, мына інілеріміз тұрғанда біз жинаған қат емес па? Соны айтамын, өздерін анаға ауыспайтын жұмыс қой. Олай болмайды, бәріміз бірге жинайық та. Бақытжан, чет аналармен тағы рет күресу керек па? Болды, ағалар өзіміз жинап тастаймыз ғой. Той, бассейнге баратын кімден қақа қойып едім. Наума? Я, осы. Мен саған киім тауып бердім, сен менің орнына үй жинап та. Және бұл бәріміз бірге жинаймыз ғой. Я, Айман тәте айтқан бәрлерін жинаңдар деп. Ой, дым жинағым кеп тұрған жоқ. Және көз қырқақ қол батыр деген бар. Қазір сен бізбен үйді жинап тастасаң, бассейнде бізбен бірге тикток түсіресің. Олай болса өзім-ақ жинап тастайын. Қыздар, маған срочно ауылға кету керек болып тұр. Қазір бір ағама хабарластым. Мен келем дегенше сол кісі сендерге қарай тұрады, я? Не болып қалды? Ауылда анам ауырып қапты, соған дәрілерін беріп, қайтып келем. Оған дейін шуламай тыныш отырыңдаршы, я? Мамаларың да телефон алмай жатыр. Қазір бәрін Расулға тапсырып кетем. Сонда біз бассейнге бармаймыз ба? Және қойсай, анам ауырып жатыр деп тұр ғой. Мен қазір ауылға тез барып келем, я? Оған дейін балдарға қарап, бас көз болып, үйді шашпай отырыңдар, жарай ма? Дым ойымдауыңыз, бәріне өзім бас көз болам. Күрестен турниріміз ары қарай жалғасуда. Меруерт, Олжан, Жания төрешілікке жайғасыңыздар. Үйге біреу келетін беді? Мен ешкім шақырған жоқпын. Нұрали шығар, кеше келем деген еді ғой. Кім бұл? Мен көкелерің, сендерді қарауға келдім. Я, жаңа Айман тәте айтқан қазір ағам келеді деп. Тоқта, мүмкін бұл үйде ешкім жоқтығын пайдаланып келген ұры шығар. Ашсаңдар есікті. Дауыс ұрыға ұқсайды ма? Ұры, саған есікті ашпаймыз. Қайда ұры?
ерікпей ашыңдар тез. Сұлтан, Нұржан, барыңдар да шелекті толтырып ыстық су әкеліңдерші. Тез барың. Оған дейін. Оу, ашсаңдаршы есікті. Мен қазір есікті ашам, одан кейін тезірек шашасыңдар. Дайынсыңдар ғой, ә? Иә. Кішкене осылай тұрыңдар. Сәлем, балақайлар. Сендер қандай балдарсыңдар, а? Менің түрім ұрыға ұқсай ма сонда? Дауысыңыз ұқсап кетті. Дауысыңыз ұқсап кетті. Адам дауысына қарап кім екенін ажырататын қасиеттерің бар ма? Мұздай су шашып үстіме. Кешіріңіз, көке. Негізі ыстық су шашу керек еді. Мыналар ғой шайып кеткен, мына екеуі. Сіз Айман тәтенің ағасысыз ба? Иә, Айман тәтенің ағасымын. Енді Айман тәтелерің орнында мен жүрем. Мен еркеліктеріңді көтермеймін. Бірден айтайын, енді бұндай жағдай қайталанбасын, түсіндіңдер ма? Сіз дәл уақытынан келдіңіз. Біз бассейнге барайын деп жатыр едік. Апарасыз ғой бізді. Бассейн? Ешқайда бармайсыңдар. Жігіттер сыртқа шығып менімен бірге жұмыс жасайсыңдар. Ал қыздар үйді жинайсыңдар. Үйді жинап қойдық. Үйді жинап қойғандарың түк көріп тұрған жоқ. Ұнамайды маған мынау. Басынан бастайсыңдар. Генеральный уборка деген болады. Түсіндіңдер ма? Жігіттер, жүріңдер сыртқа. Ал қыздар, сендер үйді реттеңдер. Шамал, демал болсақ бола ма? Оу, қайдағы демалған, жаңа ғана бастадыңдар ғой. Істе тазартыңдар да жерді. Су ішпесем бола ма? Сылтауым, тұрың қара. Қолыңда тұрған жоқ па су деген? Іше сасай осы жерден. Оу, қайыққа баратсың көке? Ойнамайды болар, бос емес. Бір аптадай кел қайт. Бұл менің досым, осы үйге қонады. Сен досың ба? Жақсы болды онда. Спыртқын ал қолыңа. Спырындар да жер, тап-таза қылыңдар бәрін. Балдар, бізге мына көкеден құтылу керек. Қалай құтыламыз, әлде қашып кетсек ме екен? Өз үйімізден ба? Жоқ, біз неге жүріңде? Жоқ, бұл план болмайды, ойлану керек. Апама звондаймын ка? Жоқ, қажет емес. Оу, не тұрысынау жұмыс істесеңдерші. Айтқан жоқпын ба тазартыңдар деп. Су шашамыздарға жапырақтарын бәрі жинаңдар. Аяқты барып тазартамыз одан кейін. Тездетіңдер. Осылай бассейнде көпіртіп ойнап жүретін едік, иә? Я, неге Айман тәте өз сияқты орнына адам қалдырмаған? Сол ғой, мен мына көкемен бір күнде қала алмаймын. Мына көке баламмен де сөйлесе алмайды. Мен де бұл көкеден құтылатын жоспар керек. Ұлдарда жоспар бар шығар, ұлдармен ойласып көрейік. Я, тез, мына жер жинап тастайық. Біз болдық. Енді ойнауға кетіп бара жатырмын. Кешікпей келеміз, ойнамаңыз. Қош, бәрін болдыңдар ма? Жарайсыңдар. Оу, қайқа баратсыңдар. Сендерді ешқайда жіберген жоқпын ғой. Айман тәтелерің келмей ешқайда шықпайсыңдар. Сендер бірден ұшырап қалсаңдар, мен не істеймін? Не сонда ол келем дегенше бір бөлмеде қамалып отыра береміз не? Жоқ, қазір так. Таптым. Шөп жыласыңдар. Ал одан іштерің пісса, мен сендерге тағы басқа жұмыс дайындап қоям қазір. Давай, бастаңдар. Тезірек құтылайықшы. Таптым. Ал айт білейік. Үйде елес бар екенін айтамыз. Сөйтіп түнде қорқытамыз. Мұның жақсы үйде ғой. Иә. Қыздарға да айтып қояйық, айтпесе олары қорқып жүрер. Нене көке шашатты ма? Иә. Тезірек Айман тәте келсе ғой. Айман тәте келмей-ақ, өзі-ақ қашып кететін жоспар бар. Қандай? Үлкен кісі біз сияқты кішкентай баладан қаша ма? Ал енді тыңдаңдар. Біз
үйде елес барын айтамыз. Сөйтіп кешке елес болып қорқытамыз. Елестен қорыққан няня көке өзі ақ қашып кетеді. Мына осыныз басқа тамақ жоқ па? Бұдан басқа тамақ істей алмаймын мен. Сендер тамақ істей аласыңдар ма? Онда осыны ішесіңдер. Ішіңдер осыны. Күшті тамақ қой. Расыл, осы сен үйдегі елес кетті ма? Жоқ, сол әлі кетпеді. Жырау деймін. Көзіне көрінеді, қолынан тартады осы біртүрлі. Түнде ұйықтап жатсам, біреу аяғымнан тартып жатыр. Қарасам, қонақ бөлмеге апарып тастаған ғой. Шын айтып отырсыңдар ма сендер? Я, біздің бөлмеде шкафтың ішінде тұрған сияқты болады. Ол жақтан шықты, қазір дивандардың астында жүргендей. Бұрында бұл үйге қонам деп қатты жыладым. Сол күнді әлі ұмытпаймын. Мен үшін далаға шейін көтеріп әкетті ғой. Болды, қайдағын айта бермеңдерші. Ешқандай да елес жоқ. Тамақтарын ішіңдер болды. Көке, шын айтып отыр. Осы үйге қонғым келмейді. Бір күн қасымызда қалым көбейтесің де. Болды, қайдағын айта бермеңдер. Ешқандай да елес жоқ. Елес болса маған жіберіңдер. Тамақтарын ішіңдер. Сөйлемейсің. Тек көзіне көрініп, фонарик жағып кетіп қаласың, болды. Таба алмай ма? Ол сенің қасыңа жақындауға қорқады, сен тек кетсіз қашып кетсең болды. Дайынсың ба? Я. Болды онда. Давай. Давай аға, саған сенеміз. Ұсталып қалып, тағы да басымыз салбырап тұрмайық. Уайымдама. Міне, осы звукты қосамыз. Ал кім барады? Мен бүлдіріп аламын. Мен жай жүрім, ұсталып қалсам не істеймін? Өзім баратын болдым ба? Жарайды, онда кеттік. Жақсыңда сендерге сендік, сәттілік. Не болды? Мәс саған ананың қалай шошығанын көрсеңдер ғой. Мен ана қорқынышты звукты қосқан кезде орнынан атып тұрып жан-жағына қарады ғой. Жарайсыңдар, мұнымен тоқтап қалмайық, ара-қара жалғастырайық. Сұлтан, елес болып өзің барасың. Неге мен? Енді үйде елес көп деп ойлап қалсында, біреу қысқа, біреу ұзын. Абайла, ұсталқама. Мен ешкімне ұстамаймын. Қанеке, үстіме жабыңдар. Қорқынышты музыка қосайық па? Жоқ, қажет емес, біліп қояды. Қайдағы елес, я? Елес болу мүмкін емес қой қазір деген. Қорыққан қос көр. Кімсің, Кімсің, мында кел? Ойбай. Қанауың қорқақ екен ғой. Ештеңе сезіп болған жоқ па? Қайдағы тығылып қуыстап отыр ғой. Негізі үлкен кісімен бұлай ойнағанымыз болмайды. Қош, мерует бізді бассейнге апармады ғой. Болды. Қазір анау терезені қарап тұрыңдар. Ол қашат, ит келмейді. Әкел. Ей, мен саған не үшін келгенімді білесің бе? Сен неге балдарға қатал қарайсың, а? Кешіріңіз, Елес аға. Енді олай істемеймін, Елес аға. Балаларға жұмыс жасатпай, тез оларды бассейнге апар. Бассейн? Я, апармасаң, мен сені алысқа апарып тастайым. Қаяққа апарып тастайсың ал? Алысқа! Ай, пранк қой, қалай ұнады ма?
күндіз су шашып, кешке мынау елес болып. Сендер қандай балдарсыңдар өзі, а? Кешіріңіз ағай, байқамай қалдық. Байқамай қалдық. Мынаның бәрі байқалған дүние ғой. Енді өзіңіз ғой жұмыс жасатып қоя беретін. Мен өз үйім жұмысын жасатып жатырмын ба? Жасасаңдар өз үйлеріңнің жұмыстарың. Қайта осы бастан еңбекке икемді болсаңдар, өскен кезде өздеріңе жақсы емес па? Біз кішкентаймыз ғой. Соны айтам, кішкентайларға жұмыс жасауға болмайды. Кішкентаймыз деуге болмайды. Кішкентайларды бассейнге кіргізбейді. Былай болсын. Ертең менің айтқанымды жасап, түске дейін еңбек етсеңдер, мен сендері түстен кейін бассейнге апарам. Келістік па? Болды, ендеше барып ұйықтаңдар. Тез. Қане, ұйқымызда ашамыз, қыздар, жігіттер. Бүгін бізде еңбек ету күні. Тез-тез таңғастарыңды ішіп аласыңдар, одан кейін ұлдар сыртқа, қыздар іште. Түске дейін барлығын үлгірсек, қалағандарыңды алып беретін болам. Келістік па? 15 минут уақыт берем сендерге. Кеттік, ал жүріңдер. Біз барлық шаруаны бітірдік. Енді ойнап қайтсақ бола ма? Точно бітірдіңдер ма? Сенбесеңіз тексеріңіз. Ауланы сыпырдыңдар ма? Талды суардыңдар? Шөп жылдыңдар? Жарайсыңдар. Онда сендерге 15 минут уақыт берем. Ойнақ келіңдер. Тоқта. Көшеге ойнайсыңдар телефонмен емес. Телефонда кел маған бер. 15 минут уақыт кетті. Кешікпей келіңдер. Жарайсыңдар, уақытында келдіңдер. Аға, уақыт қосуға болмай ма? Ой, жоқ, жабыламыз, болды. Айман тәте келді. Қалайсың, Айман? Жақсы, аман есен барып келдің ба? Бәрі жақсы. Балдар мазаңызды алған жоқ па? Ой, жоқ, қайта біз тіл табысып кеттік. Айман, балдарды бассейнге апаршы. Кешеден бері қоймай жүр. Балдар, жақсы ме, кетті ме де? Тәтелерің келді. Көке, қайда? Сіз маған тал егуді үйретем дедіңіз ғой? Ол бар екен ғой. Жарайды, онда бәріміз тамақтанып алайық ішке кіріп. Сосын бассейнге барамыз. Сөйтіп келіп тал егеміз. Бірақ әркім өзінің еккен талын мұқият баптап өсіріп күту керек. Келістік пе? Ал, жүріңдер ішке кіреміз, тамақ ішеміз. Бассейнге баратын киімдерін ұмытқан жоқсыңдар ғой, а? Иә, бәрін ұмытпадық. Ұлдар, сендер ше? Біз ба? Ештен ұмытпадық қой, а? Алдық қой мен. Бөлмелерін шашып өткен жоқсыңдар ма, жинап жүріңдер. Біз келдік. Ала, папа.
ой, жұмысымыз зерттеп бітті. Ал сендер қайда баратсыңдар? Бассейнге. Мына кісі кім? Бұл көке бізге еңбектенуді үйретті. Ал негізі Айман тәтенің ағасы. Біз де уақытында кеппіз. Бәріміз бірге онда бассейнге барайық. Бассейннен шыққаннан кейін ертерек қайтайық ше. Неге? Не болып қалды? Тал егуіміз қажет. Бала тәрбиесіне мән беруіміз керек. Тәрбие тал бесіктен басталады. Баланы еркелете отырып, көндіре алсаң еңбектенеді. Тыңдамайтын бала жоқ, тыңдата алмайтын өзіміз. Бала біздің болашағымыз. Балаларымыз аман болсын.